Мен мысалға Залқардың кешегі жаңағы бұғаттады анау деген әңгімелерінен кейін ойлаған едім, ойыннан Залқар осымен шықты ма деп. Түсінгенім бойынша әлі шықпаған. Яғни үштік бар әлі. Наконец-то вот этот Диконың сценарийі бітетін болды. Мен соған іштей қуанып отырмын да. Дико, осы екі жігіттің орнында, біреуінің орнында сен де Айсылжанмен таныстықта болған кезде отырдың ғой. Ты тогда сен өзіңді қалай сезіндің, айтшы? Что ты говоришь, Тұрар? Сол үштікте өзің де болдың ғой. Сценарийларың өте күшті болды, и дешевый болды. Біріншіден, мен сөз салған жоқпын. Менің сценариім емес, мен сценариімде бұндай нәрсе дүние жоқ. Өмірімде бұндай болмаған, түсінесің ба? Осындай әңгімені айтуға Тұрар, сен емессің негізі. Шынымен айтайын. Мен өзімнің отырған жерімде отырдым, тұратын жерімде тұрдым. Пайде ол жерге қатыспай шығып кеткем, по-моему, ал внимательно қарамаған ба? Ладно, разбейся вот екі жігіттермен разбейся. Потом мен жігіттерге айтарым бар да, приоритетке қойсаңдаршы өздеріңді. Немене, сендермен ойнап жүр, ана просто играется с вами. Ты туда, шаг сюда, шаг и мат деп ойнап жүр, а вы просто үндемей сүмірейіп, соған көніп отыра бересіңдер. Бұл жерде қызға ұсыныс жасаған негізі біз. Мен алдында яқатта мінезімді шығарып қойдым. Шынымен айтайын, просто жиналып келді. Бұл жақта ғана емес, сыртта да болып жатқан әңгімелерім, өзім жалпы жеке, жиналып сол күні баң етіп шыға салды да. Қорғау мәселесі өте қатты қараймын да. Маған керек сондай бір ер азамат, басқа адамдардың маған сөйлеуге қорқатындай болды. Ер азамат тұрып беріп, десе, ешкім саған сөйлей алмайтындай болу керек та. Мен де өзімде уже басыламын да ол кезде. Мен уже сөйлемей қойсам да болады. Жауапты кеше айтуым керек еді ғой негізінде. Көп созғымда келген жоқ. Мен бірдеңе істеп қойсам, қырсығып кетіп қалады ма сонда? Просто тупо үндемей просто қырсығып кетіп қалса, ол да маған блять етеді да. Менде де мысалға өз-өзіңді қорғауың керек. Амалы жоқ, сен уже бәрімен ұрсып шығасың. Серва қыздарды барлығы сондай деп көкпет деп ойлайды да. Өзің шығарасың ғой, енді қорғанысың жоқ кезде. Кеше Залқарда мысалы көрген кезде маған тез шешіміңді айт. Бекзатты ортаға тұрған кезде маған тез шешімді айтпаса мен кете берем. Бір қадамнан ғана болды және енді маған шешімді айт деп талап етіп жатыр. Ол орынды ма болды? Орынды ма, орынды емес па, оны айтқым келіп тұрған жоқ. Менің қазір көріп тұрған дүнием 100% айтайыншы, қазір прям гарантия беріп сөйлегім келіп тұр да. Қазір Бекзатты да, Залқарды да таңдамайды. Себебі қазір Диана өзінің Instagram парақшасында гиф ойнатып жатыр. Қазір ол Қырғызстанның оқырманын алды, Қазақстанның оқырманын алды. Сендер боссыңдар, керек емессіңдер. Бітті. Бұл дүние негізінде до жарнама жасалынып, до болу керек дүние еді. Организаторлардың кішкене созып қалуы осы моментке түсіп қалды. Өзімнің оқырмандарымды қуанту арқылы рахмет жарнамаңа жаным. Бірақ именно сол моментте екеуі келіп маған сөз салады деген ой болған жоқ қой менде. Дикош айтып отпай, жоғыңды бер деп неге қайра айтады депші. Менде Дикош өзі сыртта диалог болғанда айтқан. Мен бір күн ойланам, келесі күні жауабымды айтам деген. И Бекзат та сол жерден саған сөз салып сондай шығатын болса, не істейсің десем, мен Бекзатты қабылдамаймын Залқар деген. Сізге бір күннен кейін жауабымды айтам деген. И ол нәрсені мен көре алмадым. Жауабымды бер дегенім себебі сол. Мынандай нәрсе қараңыздаршы енді. Жауапты алмай жатыр, мына жақтан екі жақтан қызғаныш мені баса береді. Жоқ, баса бересіз емес, мен фактты айтып отырмын. Өте күшті тактика. Мен сізге деген ойым басқаша болған до іс-әрекетіңізге қарай. Іс-әрекетіңізді конкретно уже көрсетіп айтылып қойған. Бекзат тарапына да мен давно айтқам, оқырмандары да білет ол жағын. Егерде сөз салынатын болса, мен жоқ деп айтамын деген. Потому что іс-әрекеті сөзі Залқарға көбірек жаңағы бұрылып тұрдың, сені бұғаттап тастамай тұрғаннан кейін ба? Сол іс-әрекетінен кейін жоқ. Сөз салып уже әңгімесі басталған кезден бастап шынымен қарай Залқар маған айтқан кезде ер азамат мен үшін сондай нәрсені жасап жатыр ма? Мен үшін келіп осындай нәрсені дүниені жасап жатқанына мен риза болдым дедім. Қай сәтке дейін сен Залқармен танысам деген ойда болдың? Ғой, екі жақтан уже кәдімгідей айтып бастады ғой. Сол моменттен бастап уже. Көбірек Залқарға бүйрегің тартып тұр ма? Жоқ, ешқайсысына да тартқым келмеді. Бірақ Залқардың айтып жатқаны басқа болып тұр ғой. Ол бүйтіп айтып жатыр ғой, мен үміттендім, ол маған Бекзатқа жоқ деп, саған иә деп айтамын деп айтты деп жатыр. Сен егер де эфирде айтатын болсаң, мен сразу жауабымды айтпаймын. Бірақ келесі күн қандай жауап екен білмейді ғой. Жоқ, мен қазір бар қатты өкінемін сол сөзім үшін. Шынымен айтайыншы, барлығын көңіліне қараймын, бірақ мен көңіліме ешкім қарамайды да, келіп айта салады, баң еткізіп кәдімгідей. Қайта айт, үлкен қыздарымыз ғой, жігіттеріміз ғой дейді. Эфирде болып жатқан дүние болғаннан кейін, аяқ асты Бекзат кіріп келетінін мен қаяқтан білеміз. Кішкене сараптауыма уақыт болатын еді бір күн. Диана, қойылған сұраққа басқа дүниемен жауап беріп жатсың. Сұрақтан ауытқып кетіп жатсың қайта. Залқар айтып жатыр, менің бір үмітім болды, менің сенімім болды менің таңдайтынына дейді. Бекзат, сенде сондай сенім болды ма? Сенім болды, иә. Неге? Дәл Залқардікіндей саған үміт берілді ме? Сол сұраққа жауап берші. Үміт бермеді.
өмірде үміт жоқ, эфирде үміт бар сияқты. Екеумізге қарама-қарсы болып отыр мына жерде ше. Жалуются мальчики, мен бұл мен Дико сен жалуются, түсіріп отқан жоқпын. Хорошо, сыртта сондай екен, іште мынандай екен. Ал іште осындай екен көрдіңіздер, кетпейсіздер ме? Егер де іште сондай болатын болса, жоқ болмайсыздар ма? Иә, рекламада айтып отыр ғой мағанша. Сіз бүгін эфирге мен үшін келмедіңіз деді да. Бүгін мен эфирге сен үшін келмедім, мен ол жерден өзімдің шешімі айтқаны келдім дедім. Мен эфирдің басында айттым. Не үшін бұғаттадым? Потому что мен өзім шешім шығардым, сосын заблок қылдым қызды. Айту үшін келдім деп айттым саған. Жарайды, былай жасайықшы, ешкім жаман емес, мен ақ жаман болайын. Ол нәрсені кеше мен бірақ мына нәрсені айт. Кеше көрсетпейсіз ба мен қорайтын кезде осындай нәрсені маған қарай атылмай. Менің жауабымды примерно біліп отқаннан кейін кәдімгідей агрессияға келіп отырсыңдар ғой. Мен жақсы жаман болайыншы, мейлі. Бірақ бастаған өздерің ғой, неге мен былықтыра бересіздер? Менің жай ғана сөзімді флирт деп қабылдасаңыздар, енді кешірім сұраймын, мен сондаймын енді. Бірақ мына нәрсе, біз әңгіме айтып жатыр едік кішкене. Сен андай тақырыптан ауытқып қашып жатсың да, мысалы Камила ханым, мен сөйлейінші. Мен ол жерде аз Дикош жауын айтамын деп тұрады ғой. Мен 2 күн бұрын шешімін шығарғам дедім. Я деген немесе жоқ деген жауабында күтпеймін. И бүгіннен бастап мен қазір неден жобадан кетемін. Залқар бұған дейін айтқан еді, расымен де. Иә, кеше мен эфирге келмедім, сосын редакцияға келдім, бірақша ертең сөйтіп айтамын деп айтып кеткен болатынмын. Ертең мен сондай боламын, немесе жоқ деген жауабын күтпеймін, мен жобадан кетемін деп. Жоқ деген жауабын аласың, сол нәрсені сезіп тұрып сондай севатсың деп айтуы мүмкін адамдарша. Жоқ деген жауабын айтады деп сезгендіктен емес, соңғы күндерге сөздерінен мен өзім түйін шығардым. Ал менің намысыма тимейді ма сіздердің іс-әрекеттеріңіз? Менің намысыма тимейді ма іс-әрекеттеріңіз? Бастап аяғын жоқ қылып, кәдімгідей мен жоқ қылып кеткелеріңіз келіп тұр ма? Сіздер инсағым сынып жатқанда сіздер не сындырып жатырсыз, еще как сындырып оның іс-әрекетінен кейін мен биттім, мен сөйттім. Окей, хорошо. Мені қорғамай, кәдімгідей жан-жақтан білгендеріңіз істеп отқан кезде мен давно онда шешім шығарып тастағанмын. Хорошо. Мен көндім сіздің ответіңізге қарай. Ответің я деп айтар едім деп айтып бәрібір де, иә, конечно, енді артық сөздердің барлығын маған естіртіп ер азаматтық істі істемей кетіп бара жатқаныңызға енді бастаған нәрсенен кейін жауапты ақыры күтіп жатқаннан кейін айту керек еді. Может, айта саламыз? Залқар сені таңдайтын болса ше мысалға. Расымен де білмейсің ғой. Мен таңдайды деп ойламаймын кешегі іс-әрекеттерінен кейін. И қазір я деп айтып тұрған күннің өзінде де ол нәрсе жалғаспайды. Залқар, ана прям сені уже манипуляция нагло, открыто саған істеп жатыр да. Просто өзіңді алдыға қойды кішкене. Пожалуйста, тірілші өтініш. Одним словом, короче, вас жестко лоханули и все. Неге сен ондай шешімге келдің? Бәлкім сенің ана жігіттер сен приоритет болу керексің деген сөздерден кейін үстіп шешім қабылдап отырсың ба? Ананың болмысынан бір минус таптың ба? Мен неге бұл шешімге келдім? Дикош маған айтқан нәрселер ондай нәрсе болып шықпады. Эфирде жасалған нәрселер де маған ұнамады. Ой, қойыңыздаршы, мен ешкімге ешқандай үміт берген жоқпын. Мен өтірік айттым. Үмітті мен сіздерге я деп жауап беремін. Ойбай, Залқар екеуміз жүріп кетеміз, сөйлесіп кетеміз, үйленіп кетеміз. Кешеде эфирде кім? Маған оқырмандар жіберіп жатты. Енді мен айтайын, қазір айтсам ренжисің. Қазір оқырмандар жіберіп жатты кеше. Қазір 1 минут Диана бірдеңе айтқысы келіп отыр, бірақ сен айтқызбай. Мен жаңа айтайын деген нәрселерді ше айттырғысы келіп тұр ма, түсінбедім. Дальше жалғастырамыз, екеуміз Бішкекке барамыз, ол жақтан киімдерді аламыз, бекіштермен бірге барсақ болады. Мен айттым ол сөздерді? Иә, жоспарлар болды ма? Иә, хорошо, мынаны қара. Мен айтпадым дейсің ғой, мен айтқанда сен оған келістің. Енді мен не деп келісті? Егерде, біз кездестік қой, айттық қой, отырдық. Сол кезде мен айттым, Залқар деген жауабымда эфирде айтамын. Мен әңгімеге тарту үшін маған айтты, енді болашақта бізде барлығы жақсы болатын болса, давай мынаны жасайық. Енді мен тұрып жауабым я жоқ екен айтпай тұрып мақұлдап тыңдап отырмын ғой енді. Иә, мен айттым дейін, бірақ ал нәрсеге қыз келісіп тұр да. Бұлай жасаймыз, алай жасаймыз деп типа жоспар құрып сөйлестік та біші. Сіздерге келісіп тұрғаннан кейін мен не деп ойлауым керек? Енді Залқар, енді мен қалай айтып беруім керек сізге? Басқа бір фактор бар ма бұл әңгімеден басқа? Жоқ. Так, Қайсармен сөйлесіп жүрді ол кезде ше. Соңғы кездесу болды, сонда мен қызған жазғаным бар. Қазір Қайсар келеді, мен Қайсармен сөйлесіп кездесуім керек деп айтты маған. Шықпайсың ба, ертерек шықпайсың ба деген менде қызғаныштар болды. И сіз үміткеріңізбенен кездескенде мен сізге ештеңе айтпаймын ғой деген сөздер жазады да маған. Мен барлық нәрсені түйіндеп келгенде, ертең бізде барлығы жақсы болып кетеді деген ой болған менде. Қазір кәдімгідей қыз бен жігіт сияқты сөйлесесіздер ма сонда? Мысалға сен неге Қайсармен ұзақ отырсың, шық деп қызғаныш ана жақтан кетеді. Сіз үміткеріңізбен кездескен кезде мен сізді қызғанбаймын ғой деген жауаптар. Негізі жауап былай болу керек болған Диана. Тыныштық па сіздікі? Мен үміткермен қанша сағат отырсам да ол сіздің шаруаңыз емес. Мен сол сөз жаздым, Камила ханым. Мен айттым, иә, айтылды. Не үшін қызғанып жатырсыз? Жалпы сізде де үміткер бар ғой, өзіңізде кездесіп жатырсыз ғой деген сөз болды. Дәл сіз айтқан сөзді мен де айттым.
бір әңгімені екі түрлі қылып шынымен де екі түрлі көзқараспен сипаттауға болады екен расымен де. Сайыстың соңында болатын марапаттау сияқты болып отыр ғой енді барлықтарыңызға сайысқа қатысқандарыңыз үшін көптен көп рахмет айтамын. Наразы болып отқаным, бірақ неге ер азаматтар ренжиді, неге мен ренжімеймін? Істеген іс әрекеттеріне қарай мен ренжуім керек қой негізінде. Бұл екі жігітке ренжіп жатыр вообще. Сонымен шешім. Екі жақты ойландым, шештім, қалай болу керек екенін. Екі жаққа да әрине шешімім жоқ. Бір Камила ханым, біз аяқта жоқ деген кезде таңғалу керекпіз. Иә, негізі айдан анық көрініп тұр ғой. Сен андай бізге әдейі сөз бермей жатсың, негізі сөйлейікші, пожалуйста, бізде. Әдейі емес, Залқар айтып жатыр ғой, реклама кезінде келіп, сен әрбір өзің айтқан сөзіңе өзің шоке бола бересің каждый раз дейді да. Біздің шынымен де айтқан каждый сөзіңе өзің шоке болып, мына жерде тұр жасамашы деймін. Диана просто шок. Окей, ашылып жатыр. Просто уақыт қазір жете алмай жатқан сияқты. Айтуым мүмкін да. Жоқ деген жауап естігеннен кеткенің дұрыс болмайды. Сен осы жерде отырып өз бақытың тап, саған да мүмкіндіктер әлі көп. Иә, мен де соны қолдаймын. Камила ханым, мына жерде айта кетейінші, соңғы сөздер неге айттың, қызды басып тастадың деген сияқты сөздер айтуы мүмкін да. Мынала жауапты жоқ, ондай деп шығардым. Соның себептерін айтып кеттім да қазір. Оқырмандар соны нәрсені түсіну керек. И қалыңдар деп жатсыңдар ғой, мен қала алмаймын. Мен шынымды айтсам, Залқар, мен де сенің жобадан кеткеніңді қаламас едім, редакция алқасы да қаламайды. Неге осы жерде отырып екінші жарыңды іздемеске деген ой келеді әрине. Залқар ер азамат қой. Иә, бір сөйлейді. Иә, кешеде мысалы көріп қалған кезде, өзінен сұрап жатқан кезде мен ер азаматпын және менің сөзім сөз. Ол жағынан да мысалға қалай қинаймыз, иә? Ол жағынан да ұстай алмаймыз. Бір сөзі бар, әлеуметтік желіге салынған, мен жігіт бір сөйлейді, сөзіне секірмейді деген. Иә, сол ұстанымды ұстап кетем деп отыр ғой Залқар енді. Залқар, мен түсінемін, сенің намысың жібермей жатыр қалам деп айтуға. Мен сенің жауабыңды әзірге қабылдамаймын. Осы жерде отырғаныңды қалаймын. Сен ауылыңа барып қайт, ата-анаңа барып қайт. Сол жақтың да пікірін ойлап кел, тыңдап кел, біраз тынығып ал. Хабарласып айтсаң да ренжімеймін, студияға келіп те жауабыңды айтсаң да ренжімеймін. Бірақ тағы да бір рет ойлан. Мен есікті жабық емес, ашық күйінде қалдырайын, жарай ма? Сені ресми түрде жобадан кетті деп жарияламаймын.